Birinchi bastaytın oyunumuzdan jartı bizde ұлттық ойын қол күрес болады. Bizde қатысушы оқушы Мансур. Қазір мен сіздерге папасымен бірге қол күрес ойнайды. Бұнда мен сіздерге бірінші шарттық ережелерін түсіндіріп кетейін. Қолды бірден бұрмаймыз, одан кейін артық күш қолданбаймыз. Жарақатпен қатыспауымыз керек. Қолымыз жарақаттанса қатыспаймыз. Шынтақты қозғалтпауымыз керек. Жаттығу жасап, жалпы қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Қане енді Мансур папамызбен қол күресін. Ал. Kan? Бас. Күшті күн бұл мұнау. Esası oyunu bizde келесі ойын, оның қауіпсіздік ережелері бойынша сіздерге түсіндіріп кетейін. Бұл жерде асықтарды қатты лақтырып қағбауымыз керек. Және асықты лақтырған кезде екінші ойыншыға алаңдамауымыз керек. Және асықты ауызға салмауымыз керек, арақашықтықты сақтауымыз керек. Енді бұл жерде Мансур бізде мамасымен ойнайды. Мамасы сіз Мансурға бірінші көрсетсеңіз, қалай ойнау керек екен? Бұл жердегі қауіпсіздік ережелері бірінші асықты қатты лақтырмаймыз, бір-бірімізді итермейміз. Одан кейін көзімізді жақын жерден тұрмауымыз керек жақын. Енді екінші ойынды тоже Мансур бізде папасымен бірге асық ату ойын ойнайды.